Сәлем көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Гәкку Топ 10 назарларыңда. Мәкеңнің тікелей эфирге кіргеннен Инстаграмың істемей отыр ма? Онда экран алдына отырып, кімнің қай орынға жайғасқанын қара. Біз бастаймыз. Сплиттің фанаттары Moonlight бүгін үміткерлер қатарында. Жігіттер кейісті барлығы жабылып жүріп, бір қызды сүйіп алды. Продюсері бесеуіне 5 қыз тауып бере алмағандықтан осылай жасаған болар. Қыздар мына бейнебаянға неге мен түспедім деп жатқан болар, е? Мұңайма, келесі бейнеклипіне де түсуге болады. Сол үшін дауыс бер. Қайтам деп айтпашы, please, жанымда бол, сыйламаған ерекше кез. I'm missing love, жетпермеспін, жетпеспін. I'm missing love, ұмытпаспын. Усейн Болттың бірәшкелері Рингода бүгін үміткерлер қатарында. Жігіттер асығып жүгіріп келіп талға ән салғанды бірінші рет көрдім. Сонда төртеуі 4 жаққа кетіп қалады. Бұл бейнебаянның астарында не бар екен, а? Тарайын деп жатқан жоқ па? Жоқ деп қимай отырсаң Gakku.kz сайтына кіріп лайк бас. Үміткерлерді айтып болсақ, үздік ондыққа тоқталайық. Оны ашқан Ғазизхан Шекербеков. Бейнебаянда актер жігіт кино әлемдегі сұлулардың бірі Динара Бақтыбаеваны ізінен жүгіртіп қойды. Түсірілім барысында өзін сондай мачо сезінген болар, е? Мынадай әдемі ару сені ұнатса, бақыттан жүрегің поқ өткізетін сияқты ғой. Егер сондай болсын десең, лайк басыңдар жиылар. Саған жаным ғашықпын, қатты бауыр басыппын, көзді ашып жұмғанымша сағынып қалыппын. Маған уақыт бөлмесең, өзің бақыт бермесең, махаббаттың мұң дертімен ауырып жалықтым, қайдан ғана жолықтым. Мақпал Исабекова мен Нұржан Керменбаев үміткерлер қатарына қосылмай жатып 9-шы орынға жайғасып алды. Қош келдіңдер, қош келдіңдер, қош келдіңдер. Айта бермеші. Жай, пластинкам шайналып қалып еді ғой, содан қайталап жатырмын. Айтпақшы, аталмыш туынды Зор фильмнің саундтрекі ретінде таспаланған. Егер картинаны көргің келіп асығып отырсаң, бейнебаяндағы үзінділерін тамашаласаң болады. Айта бермеші, сөзіңді алдамшы, бір күндік қайта келмеші, ұмытуға берші мүмкіндік. Айта бермеші, сөзіңді алдамшы, бір күндік қайта келмеші, ұмытуға берші мүмкіндік. Экс-кешілік Айдана Меденова бүгін 8-ші орында. Бейнебаяндағы мына жігітке ауылда кең тараған Балтабай аты жарасатын сияқты. Осы Балтабайға колбасаның жарнамасында түсу керек сияқты. Немесе майонездің бі, дәветіңді ашып жібереді ғой, жабылмайтындай қылып.
Әдетте әнші арулардың бейнебаяндары қыздарға ұнай бермейді. Бірақ бұл бейнеклип емес, өйткені онда Мачо Тәуекел, Качок Мұрат, Ақкөңіл Дәурен, Әзілқой, Абу Насыр бар. Сондықтан Кәмшат Жолдыбаева келі 7-ші орында. Дегенмен әлде де көтеруге болатын сияқты. Қалай ойлайсыңдар? The Kitchen Songs 6-шы орында. Егер сұлу аруларды сыртынан бақылағың келсе, мысық болуға болатын сияқты, дәл Азамат секілді. Тіпті төсіне жатып, былай пырылдап ұйықтауға да болады. Жақсы идея. Қазақ жігітке ғашық болған Еркес Махан шеруімізді қақ бөліп 5-ші орынға жайғасты. Білмей мақтында оның жасында, қайрудан қаймаңнан. Осы жерде жігіттер мен Албан, мен Найман, мен Қоңырат, мен Әлім, мен Адай деп Еркенің назарын аудартқысы келіп жатқан шығар, иә? Егер сен де аталған рулардан болсаң, онда лайк басуға міндеттісің. Ғашықпын мен қазақ ұлына, жүрегінің тазалығына. Ғашықпын мен қазақ жігітке, сенім берген нәзік үмітке. Ау, 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 Алаулықтар бүгін 4-ші орында. Олардың бұл туындысы бұрынғыларына қарағанда сәтті шыққан, тіпті пайдасы да бар. Мысалға, қыздарға ақыл айтуда. Көйлегім қалай, мейкапым қалай, көп сөйлеме бла-бла-бла. Желіге қарап, лепіл санап, көлік қалап. Екінші пайдасы, біреу қарыз ақша сұрағанда мұна үзіндісін қоса саласың. Еркелейсің, нағыл дейсің, нағыл дейсің, нағыл дейсің, өзгермейсің, нағыл дейсің, нағыл дейсің, нағыл дейсің. Құдды бір түсінбеген секілді. Сондықтан пайдалы бейнебаянға лайк баса отырыңдар. Еркелейсің, нағыл дейсің, нағыл дейсің, нағыл дейсің, өзгермейсің, нағыл дейсің, нағыл дейсің, нағыл дейсің, еркелейсің, нағыл дейсің, нағыл дейсің, нағыл дейсің, өзгермейсің, нағыл дейсің, нағыл дейсің, нағыл дейсің. Үздік үштікті Алио Қапов ашты. Бейнебаянның басында әнші бетін былай орап алыпты. Соған қарағанда кілем қағып болып жатқан кез ау. Өйткені аузын жауып не істейді енді? Әлде альянстар қатты мазалап жіберіп жасырынып жүр ма? Ай, бірақ қайда. Бірінші нұсқасы нақтырақ секілді. Уайымдама, сен сезіммен ойнаймын деп ойлама. Уайымдама, сен уайымдама. Сен ойлама, жүрегіңді жаралаймын деп ойлама. Уайымдама, сен уайымдама. Уайымдама, 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 сен уайымдама. Уайымдама, тек уайымдама. Уайымдама, сен уайымдама. Оу, мені кешір. Әзілім көңіліңде қалып қойса өшір. Өйткені сендермен қоштасамыз, жаңа бейнебаянды қатарға қоссамыз. Я, мұнлайтықтардың қасымда болу осымен шеруімізді тәмамдады. Енді ай кезбелер, киысқа дауыс беріңдер. Айтпақша 5-тік 2-ші орында. Керек емес басқаның, қазір енді басқаның. Өзгердім тек сен қасымда бол. Керек емес басқаның, қазір енді басқаның.
Алтын тақта кім екенін айтпас бұрын өткенге көз жүгіртейік. Шеруімізді ашқан, кездескеніне өкініп жүрген Ғазизхан. Көз нұрың таңғы шуақ маған. Кофе мен сүт, ой, Нұржан мен Мақпал 9-да. Бермеші, сөзіңді алдамшы, бір күнді. 8-де Балтабайдың ғашығы Айдана. Айтшы жаным секімді, ұнатты. Айтшы, кет. Жігіттердің басын біріктірген Кәмшат 7-ші. Бір гитарың еріп қалады, әуенса. Тәтті. Жаным еріп барады, сезімге. Тәтті. 6-да The Kitchen Songs, мяу. Жігіттерді айқайлататын Ерке 5-те. Ғашықпын мен қазақ ұлына, жүрегінің тазалығына. 4-те пайдалы бейнебаян түсірген Алау. Жүрісің қалай, күлісің қалай, ұнаймыз олай. Жүргеме, ұқсайтын айға ойламыз пайда. Лем қағып келген Әли 3-те. Екінші қасында болуды қалаған Moonlight. Емес басқан, қазір енді басқан. Өзгердім тек сен үшін жаным. Жеңдеріне лента байлап алған Madman алтын тақта. Жігіттер бастапқыда биші болған, кейін онысынан түк шықпады ма, әйтеуір ән айта бастады. Бұлай деуіме себеп би қимылдары сәл шикілеу сияқты. Қалай ойлайсыңдар? Дегенмен қыздарға ұнайды, сондықтан үздік. Жарайсыңдар. Жүрегімдегі дертімнің жалғыз емі тек сен жаным. Бұл аптада әншілер осылайша жайғасса, келер апта қалай өзгеретіні белгісіз. Ал егер бүгінгі шешіммен келіспесең, кәдімгідей бұлдан тіпті жылағың келсе, ондағын өзгер. Ол үшін Gakku.kz сайтына кіріп, қазірден дауыс бер. Көп пікірталас тудыратын әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Gakku Top 10 осымен тәмам. Көріскенше.